кісі қай тілде сөйлеп жатқанын түсіндіңіз бе? Ол ешқандай сырттан келген турист емес. Менің ойымша ол дүнген. Таразда дүнгендер өте көп. Тілдері Қытай тіліне ұқсайды. Бір шетелде жүргендей сезінесің өзіңді. Бүгін түнде Таразда қар жауған екен, бірақ қайттан күн шығып тұр. Бәрі еріп кетті бірден. Бүгін бірнеше жаңа адамдармен сізді таныстыруға тырысамын. Күндеріңіз сәтті өтсін. Таразда Астанаға қарағанда шынында көп ұлтты екенін, Қазақстанның көп ұлтты екенін қаттырақ байқалатын секілді. Қазір отырып шай іштім. Шай ішкен жерінде бағана көрсеткен менің ойымша дүнген адам отырды. Ар жағында дүнген ұлты. Ар жағында күрт па, чечен ба, сол кісілер отырды. Мына жағында орыс кісілері келді. Бір-екі қазақ отырды. Дүнгенше сөйлеп отыр. Қалған барлығы орысша сөйлеп отыр. Ана басқа күрт пе, чечен бе, сол кісілер, олар өз тілінде сөйлеп отыр. Бір шынында шетелде жүргендей болсын. Бірақ өкінішке орай қазақ тілін естімедім арасында. Көп ұлтты мемлекетпіз ғой енді. Не дегенде. Әр қаланың негізі өзінің бір атмосферасы болады. Астана ретінде атмосферасы бар. Алматы бөлек атмосфера. Тараз тура сондай. Бұл жерде мен үшін енді балалық шағым осында болғаннан кейін шынында балалық шақта саяхат секілді болып көрінеді. Дәл қазір мен бірінші сыныптан бері бірге оқыған балалық шағымдағы досым Әлімжан деген досым үйіне бара жатырмын. Біздің ата-аналарымыз да дос, бір-бірімен жұмыс істейді. Сол Әлімжанды көрсем, бірінші сыныбым бастауыш мектебім әлі есіме түседі. A few moments later. Так, құрметті достар, кел мұнда. Біз бүгін менің інім Жансерік, қарындасым Ақерке үшеуміз қаланы қыдырып жүрміз. Жалпы көріспегенімізге көп болды. Біз қазір міне Жеңіс саябағына келдік. Жеңіс ба? Жеңіс? Аты қандай? Басқаша ма? Жеңіс паркі ғой осы. Жеңіс паркі ғой осы. Басқа да бар ма? Да? Басқа аты бар ма? Басқа атын білсеңіз, астындағы пікірге жазып кетіңіз. Десің, Бір судың аты ма? Короче, қазір біз біліп аламыз да, екінші атын сіздерге тағы да айтамыз. Жансерік, мынау кім? Бауыржан Момышұлы. Бауыржан Момышұлы? Бауыржан Момышұлы немен әйгілі? Ғылым. Не істеген Бауыржан Момышұлы? Кітап жазған. Кітап жазған, дұрыс айтасың. Соғыста жеңіске жетуге көмектескен, дұрыс па? Молодец. Ақерке,інің жақсы біледі екен ғой? Достар, қараңыздар, мұнда Бауыржан Момышұлының ескерткіші алдында мәңгілік от жалындап тұр. Бұл жақта тұрмайтын еді ғой. Қай жақта тұратын еді? Ол ең басында базар. Осы ескерткіш па? Иә, көшіріп алып келген ол кейін, е? Керемет. Міне біз Жансерік бізге бүгін Тараздың экскурсиясын көрсетіп жүр. Міне, құрметті достар, біз балалармен неге келдік? Ақеркені көрсетіп қойсам болады. Оператор бізде қазір Жансерік. Қалай түсіреді екен Жансерік? Жақсы. Жақсы түсірем екен? Экраны анық. Анық түсірем екен. Біз шай ішуге келдік қазір балалармен.
шай, торт жейміз, әңгіме айтамыз. Вот. Балалардан сұрайық. Қалай, ұнап жатыр ма қыдырған? Иә, ұнап жатыр. Мейлінше негізі жиі қыдырып келіп қоя. Мейлінше. Құдай қаласа солай болсын. Сендер Астанаға келесіңдер ме қыдырып? Бұйырса. Давайте Астанаға. Достар, естеріңізде ма? Мен Free Fire ойнап бастаған Жансеріктің арқасында. Мен қазір сізге Жансеріктің кофтасын көрсеткім келіп тұр да. Қазір тұршы сен, по-моему, аяқ шалбарында да жазып тұр, Free Fire деп. Ойбай. Мынау неткен стиль, ойбай. Күшті. Мен осы Жансеріктің арқасында Free Fire мен танысып ойнады.